Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге Pinduoduo сайтын обновление жасаудың бірнеше жолын көрсетемін. Біріншісі, бізде Pinduoduo сайтында профильге кіріп, кей жерде настройканы бассаңыздар, мына настройканы басып, мына тұрған. Сонда сіздерде мынандай шығады, ең астына түсіңіздер. Мінекей. Осыны басып, мынандай шығады. Бірінші тұрғанды басасыздар. Сол кезде сізде осындай обновление сұрайды, окошко сұрайды. Осы жерде қызылдың үстінен басып, қайтадан обновление жасайсыздар. Мінекей, сіздерде осылай шығады. Установить деп басып, установка жасайсыздар. Екінші вариант, Google Play бар ғой, соған кіріп, өзіміздің аккаунт бар ғой, соған басамыз. Сол жерде управление приложением устройством дегенді басасыз. Сіздерде осылай шығады. Қызыл жазудың үстінен басып, сізде мінекей осы жерде тұрады. Включить приложение десеңіз, сіздің Pinduoduo'ңыз сізді қайтадан восстановление болады. Мынау бізде екінші жолы. Енді тағы да бір жолы. Мынандай китайский Play Market бар. Осының ішіне кіріп, китайский Play Market'ның ссылкасын сіздерге осы видеоның описаниясына салып қоямын. Сол жерде кіріп, скачать етіп алсаңыз болады осы китайский Play Market'ті. Осы Play Market скачать етіп, обновить етіп алсаңыздар болады. Мінекей, мына ішіне кіресіздер. Мінекей, поисковикке Pinduoduo деп. Мына жерге біз жазамыз. Pinduoduo. Мінекей, сіздерде осындай шығады, осы жерде мынаны басып, обновить етесіздер. Қандай бір окошко шығады, соның бәріне келсе берсеңіздер болады. Мына жерде Chrome деген браузерге кіріп, жазасыздар ағылшынша. app. Мінекей, осыны жазып іздейсіздер. Мына тұрған басып, осы жерде перевод жасасаңыздар болады, осы русский. Осы жерде мына тұрғанды бассаңыздар, сіздерде сары тұр ғой, соны бассаңыздар болады. Сонда Pinduoduo сайтына кіріп, қайтадан артқа шығып кетеміз. Мына жерде да дейміз. Өстіп скачать етіп аламыз. Менде бұл жерде мен уже скачивать етіп алғаннан кейін, қайтадан скачать етесің бе деп сұрап тұр. Сіздерде установить немесе скачать деп шығады. Соны басасыздар. Googleға немесе Яндекске кіріп, Pinduoduo скачать немесе Pinduoduo обновить деп жазсақ, бізге сайт шығарып береді. Сол сайттан өзімізге қажетті, мына сайт, бірінші тұрған сайт, соның үстінен басып, өзімізге қажеттісі, мына последний версия деп тұр ғой, соны телефонымызға жүктеп аламыз. Телефонға жүктеп алынғаннан кейін, мой файлдың ішінен мынандай жүктеп алған ссылкамызды табамыз. Үстінен басып, мінекей, осылай шығады. Так, настройки. Мына жерде разрешить дейсіздер. Мінекей. Установить. Мінекей, осылай Pinduoduo сайтын скачать етіп алсақ болады. Обновить еткенде де тура осылай. Открыть. Жасыл үстінен басамыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Міне бізде көктің үстінен басып, егер регистрация жасамаған болсаңыз, регистрация жасайсыз, немесе осы көктің үстінен басып, қайтадан телефон нөміріңізді енгізіп, егер нақсап шыққан болса, мына жерде негізі кодтар шығу керек қой бізде, каждый мемлекеттен нақсап шыққан болса, телефоныңыздан қайтадан артқа қарай шығып, мінекей, Pinduoduo сайтын қайтадан кірсеңіздер, осы жерде шығады, немесе телефоныңызды перезагрузка жасаңыз болады. Ары қарай уже сіздерге түсінікті. Менде каналда видео бар, регистрация жасау дегені. Сол жерде қарап алсаңыз болады, егер регистрация жасамаған болсаңыз, ал егер уже қайтадан
обновить еткен болсаңыз, уже сіз ары қарай білесіз бұл жерде қай жерде қалай нені басу керек екенін. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар.